Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Ертерек заманда Құдайға құлшылық қылған тақуа бір жігіт өмір сүріпті. Жігіт ер жеткенде әкесі үйлену туралы сөз көтерсе, ол қашқалақтай береді екен. Себебі ол еркектік қуаттан мақұрым болатын. Бұл жағдайдан мүлде хабары жоқ әкесі баласының қарсылығына көнбей, бір қызды тауып некелестіріп үйлендіріп қояды. Той өтіп, 2 жас жеке қалған шағында әлгі жігіт қалыңдығына «Сен мені кешір, сені бақыт ете алмаймын, саған тең жар емеспін» деп ағынан жарылып айыбын айтады. Қаласа ертең-ақ кетуіне рұқсат береді. Ата-анасына себебін өзі түсіндіретінін білдіреді. Сонда әлгі жас келін: «Ортамызда неке оқылды. Мен сіздің шариғи әйеліңіз болдым. Енді арамызда бір-бірімізден ешқандай сыр болмауы тиіс. Сіздің сырыңыз менің сырым. Күйеуімнің сырын әшкере еткен әйелдің екі дүниесі де қараң болады. Ол әртүрлі азап қиыншылықтарға душар болады. Мен ондай әйелдерден емеспін. Сіздің сырыңызды ашып, еш пенденің алдында масқара етпеймін» деп сол үйде қызметін істеп қала береді. Арада 7 жыл өтіп, бедеу деген жаманатқа қалса да, күйеуінің сырын ашпайды. Барлық қиыншылықтарға сабыр етіп, күйеуімен өмір сүре береді. Бір күні немере сүйгісі келген жігіттің әкесі баласын шақырып алып, «Қашанғы тумас келінмен өмір сүріп, жастық жағыңды өткізе бересің. Сені әке, мен ата болуым керек емес пе? Жетер енді, бұл келіннің рұқсатын беріп жібер. Мен саған басқа келін алып беремін» дейді. Жігіт өте қиын жағдайға түседі. Өзінің жанынан жақсы көрген, кемшілігіне көз жұма қараған әйеліне қалайша кет деп айтпақ. Міне, сондай әрі сәрі күндерінің бірінде әйелі: «Бекзадам, соңғы күндері жүріс-тұрысыңыз өзгеріп, қиналып жүрсіз. Менен бірдеңені жасыратын сияқтысыз. Айтыңыз, сізді қинап жүрген мәселені бірге шешерміз» деп айтпасына қоймапты. Соңында жігіт әкесінің сөздерін әйеліне айтуға мәжбүр болады. Өзіне қатысты қаншалықты ащы сөздерді естігенде көздеріне жас толып тұрып, күйеуіне ашуланбай, нәзік дауыспен: «Жарайды, мен ризамын. Бірақ бір өтінішім бар. Мен кеткен күннен бастап 40 күн өткізіп барып үйленіңіз» дейді де ата-анасының үйіне жол тартады. Өз әке-шешесінің үйіне келген соң оларға: «Мен 40 күн бойы өз бөлмемде отырып, Аллаға ғибадат құлшылық жасаймын. Маған ешкім кедергі жасамасын» дейді. Ол 40 күн бойы Аллаға жалынып жалбарынып, күйеуінің ақысына дұға етіп, оны айыбы ашылуынан, масқара болуынан сақтауын сұрайды. Бұл арада жігіт үйленіп, басқа әйелмен некесі қиылып, 2 от арасында қалған жігіт қатты қайғырады. Bir жағынан бірінші халал пәк болған әйелін ойласа, екінші жағынан айыбының баршаға аян болатынын ойлап күйінеді. Сонда ол өзі үшін соңғы шара өлімді абзал көріп, у ішіп жанына қастандық жасайды. Жаңадан келген жас келін бөлмесіне кіргенде жігіт есінен танып қалады. Сонда Алланың кереметімен 40 күннен бері күйеуінің тілеуін тілеген бірінші жұбайының дұғасы қабыл болып, жігіт ішкен у шипаға айналады. Көп жылдан бері еркекті қуатсыз болған жігітке Алла тағала еркекті қуат беріп, масқаралықтан сақтайды. Ертеңгі күні жаңа келін күйеуінің бір топ әйел туыстарымен төркініне бара жатып, жолда кенеттен дүние салады. Марқұм болған келіннің жаназасы шығарылып жерленгеннен 2-3 күн өткен соң жігіттің әкесі шақырып алып,
Балам, бұл да маңдайыңа жазылған екен, көп қайғырма, біраз уақыт өтсін, тағы да үйлендіреміз, дейді. Сонда жігіт әкесіне көптен бері жасырып жүрген дерті болғанын айтып, одан қалай айыққаны туралы баяндап жатқанда, әкесі сөзін соңына дейін тыңдауға шыдамай, бұрынғы келіннің үйіне беттейді. Үйіне кіргенде алдынан келіні шығып қарсы алады. Сонда жігіттің әкесі келіннің маңдайынан сүйіп, көзіне жас алып, үйіне ертіп келген екен. Сол әйел сүйген күйеуімен иманды ұрпақ тәрбиелеп, бақытты да баянды ғұмыр кешеді. Бұл оқиғадан сабырлы да салиқалы, мұсылман әйеліне тән, күйеуіне бағынған, сырын сыртқа шашпаған, әр ісінде Аллаға дұға етуші тақуа әйелді көреміз. Міне, мұндай әйелі бар отбасының ері бақытты, ұрпағы ата-анаға адал, иманды болары анық. Алла Тағала елімізге тыныштық, мұсылмандарға бірлік, айрандай ұйыған отбасыларға берекет берсін. Видеоларымызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.